Осы және өзге де ақпарат жөнінде толығырақ. Қазақ елінің құқықтық жүйесі мен сот қызметі, билер дайындаған ережелер, қазақ елінің құқығы мен билер сотын жаңғыртуға қосқан үлестер және өзге де тақырыптар Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткен өңірлік ғылыми конференцияда айтылды. Қазақстан Республикасы жоғары сотының бастамасымен өткен шараға Алматы, Павлодар өңірі мен облысымыздың судьялары, қала әкімі Айбек Кәрімов, ғалымдар, мекеме басшылары мен қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Елімізде жоспарланған 5 конференцияның бірі қаламызда өтті. Осыған дейін сот жүйесінің белді судьялары мен тарихшы ғалымдары Түркістан мен Қызылордада бас қосқан болатын. Ел тарихында құқықтық жүйенің қалыптасуына қарамола ережесі зор ықпал етті дейді қатысушылар. Оны 1885 жылы өңірімізде 5 болыстың өкілдері қабылдаған. Құжатты сол жылы төтенше съезде төбе би болып сайланған Хакім Абайдың өзі жазып шыққан. Қарамола ережесі бірінші рет қазақтың сот әділдігін өткізудегі процестік жазба түрінде жазылған бірінші ереже болып есептелінеді. Осы ереженің түбірінде және де басқа осы қабылданған басқа да билікке байланысты ережелер жөнінде мен осында бүгін қатысатын үлкен ғалымдар өздерінің пікірлерін айтады деп ойлаймын. Конференция барысында 20-ға жуық баяндама тыңдалды. Олардың бір қатары қазақ хандығының өркендеу жолында билердің атқарған рөлі мен олардың сот жүйесін қалыптастыруға қосқан үлесін қамтыды. Елдің би шешендері дала демократиясын қалыптастырып, әлеуметтік саяси тұтастықты барынша орнықтыруға атсалысқан дейді шараға қатысушылар. Атақты билеріміз мемлекеттің алғашқы кезінде мынау дипломатиялық міндеттерді атқарып, ел мен елдің арасындағы тыныштықты берекені ойлап отырды. Сот билігінің қазақ хандығының мемлекет болу нығаюындағы қосқан үлесі өте зор. Ел шетіне жау келген кезде қолына найза ұстап, елін жаудан қорғаса, бейбіт өмірде халықтың ішіндегі даудан қорғады. Талқыланған тақырыптардың бірі қазақ тарихындағы мемлекеттік басқару жүйесі. Қатысушылардың пікірінше бұл үрдіс елімізде 15 ғасырдан бастау алады. Поэтому считаю, что Қазақ хандығы кезінде 15 ғасырдың басында іргесі қаланған басқару жүйесі ел тарихына көптеген оң нәтижелер әкелді. Біз осыны естен шығармауымыз керек. Сол басқару жүйесінің арқасында бүгінде тәуелсіз мемлекетке айналдық. Жиын аясында тарихи өлкетану мұражайы қатысушылар назарына этнографиялық жәдігерлер көрмесін, ал Абай кітапханасы қазақ хандығы ұлы дала мемлекеттерінің мұрагері атты кітап көрмесін ұсынды. Дарын Сағитов, Қайрат Қожахметов, Бауыржан Дайырбеков, Семей жаңалықтары қызметі.